Assalamualaikum kешілер, бәріне сәлем, құрбаларым, туыстарым, бәрі менің жамағат. Енді бәріне жақсы, бүгін демалып, бүгін жұмыстарға барып, міне зерттеп келдім. Бір адам табылып, әйел адам, қыстан бері ақшаны бермеген, соған барып, бағана посланияларын тыңдап ертең жұмыстарға барасын деп, жұмысты маша жасайын адамдарға. Тәубесін өткіздім, жаңағы қатты ауырып, алладан құбылама қарап, құбылама алладан сұрам посланияларын бәрінде жаңағы сүйіндіп сұрап, бүгін күн ыстық болды, сосын біраздан кейін жаңбыр жауды, жалғыз адамға береді. Енді мен айтым, жаңбыр енді бәрі жаңбыр тағы жауады деп, таңертең бір жауған, сосын тегіз біріне деп, мен енді семинарияда жүрмін ғой, енді Аллах комментарийға жазам, енді Аллах Всевышний, вот я мусульманка, я намаз читаю, ты же, у тебя есть хороший будет, подарки будет, работа будет, шыққан кезде шығамын, Алладан сұраймын, мен пірім бар ғой, енді пірге қол бердім. Сен қанша мұсылман болсаң да, мен әулиелерге дұға жасадым, тәкбір айттым. Бәрілеріне сондай денсаулық тілеймін, бәріне сондай, бәріне шипа болсын деп футболкалар берді, бағана бір әйел. Соны бір киімдерін беріп, маған жаңа киімдер ғой, киілген. Соны жуып, тазалап, түзбен жудым. Енді анау әйел енді тастамақшы болды, сосын мен айтым, енді біраз қыста берем деген футболкасын алғаны ғой, осындай. Соны қарасам, сол материалсын көрдім, бұны бәріне жақсылық тілеймін, мұны жақсы болсын, денсаулықтарым бай болсын, шипа болсын, мұны құбыла, мұны Алла тағала напакасын беріп жатыр мұны. Енді күндердің жақсы, дүйсенбі, бейсенбі күндері мен сәтті күні шықтым, енді сондай бір материалсын көремін, бәрін жақсы қолдап тұрсын деп, бата жасап келдім бүгін, енді кішкене жаңбыр жауып, ептеп, аздап тамшылады. Соны енді күні кеше сондай бір түстер көріп, сондай бір бар жақта болдым. Кейін біздің халқыма жақсы жұмыстарын берсін, сеп атыр бәрі, сондай бір ақшалай бәрі болады, бәрі, Аллаға шүкір. Алладан жалғыз қалдырмайды ғой, Аллах қолик дейміз ғой, Аллах тағала бәріне мені көріп жатсыңдар, рахмет, өте қуаныштымын. Көре беріңдер менің подписка жасаған адамдарға. Адамның өзі қауырсын жаралған ғой, адамда жын болмаса, жындан адам жаратылды. Мысалы, адам баласы мұсылман болдық, бәрі сол, Алла бәрі адамның өз күнәлары бар болады.